Мемлекеттік аумақтың морфологиясы тақырыбы бойынша қарастырсақ, біз бұл жерде ең бастысы мемлекеттің аумағы территориясына қатысты талдау жасау болады. Жалпы мемлекеттердің аумағына қарай қалай жіктейміз? Оның басты белгісі ең бірінші игерілу деңгейі. Игерілу деген сөз жаңағы мемлекеттің бүкіл аумағы территориясы толығымен адам өзінің қажетіне жаратпауы мүмкін. Мысалы үшін Россия десек, оның аумағының өте көп бөлігі мына қиыр шығыс, жаңағы тундра, тайга сияқты аймақтары адам мүлдем қоныстанбаған. Яғни бұл жерде оның игерілу деңгейі төмен. Сол сияқты Монғолия десек, шөлді аумақтары өте көп. Немесе Қытайдың батысы десек, мінекей, яғни мемлекет қаншалықты территориясы адам игеріп өзіне қолданады, соған қарай жіктейді екен. Екінші, табиғи ландшафтылардың типтері. Яғни ол аумақтың табиғат ландшафтының ерекшеліктері қандай, соған қарай жіктеу. Сосын мемлекеттік шекарасының түрі мен пішіндері. Яғни жаңағы мемлекеттің пішініне қарай жіктеу болады. Мысалы үшін жаңағы бойлық бағытта ұзыннан орналасқан, немесе бір тұтас, қазір оған тағы да тоқталамыз. Сосын географиялық орынның ерекшеліктері, яғни мемлекет қайда орналасқан, материктің ортасында ма, шетінде ме, теңіз жағасында ма, соған қарай да жіктейді. Сосын жерінің ауданы бойынша, яғни жер ауданы бойынша алып мемлекеттер, немесе біз мысалы микро мемлекеттер деп айтамыз, Монако, Сингапур, Ватикан сияқты. Міне осылайша аумағына қарай мемлекеттерді жіктеудің осындай 5 белгісі болады. Мынау экономикалық географиялық жағдай бойынша қалай бөлінеді мемлекеттер? Мысалы үшін осының ішінде Қазақстан десек, біз көбінесе өзімізді жаңағы Европа мен Азияның арасында екі континентті қосатын, яғни транзиттік рөлдегі орын деп айтамыз. Немесе жаңағы Европа мен Қытай сияқты екі экономикалық орталықтың ортасында. Кейбір мемлекеттер үшін, мысалы үшін өте маңызды, мысалы Европаның көпшілігі көршілік жағдай. Өйткені бұл елдер бір-біріне жақын орналасқан, көршілерінің саны көп, сондықтан сауда дамыған деген сияқты. Осындай бөлінеді. Енді мысалы аумағы бойынша жіктеу. Аумағы бойынша алып мемлекеттердің саны 9, Қазақстанмен аяқталады. Алып мемлекеттер 2,5 миллионнан жоғары, яғни 2,5 миллионнан үлкен болу керек аумағы. Сонда ол алып мемлекеттерге жатады. Ал енді Африка мемлекеттері, жалпы мемлекеттердің жаңағы экономикалық географиялық орны десек, бұл жерде ол экономикаға қатысты айтылады. Мысалы, орталық елдер дегеніміз бұл экономикасы өте күшті дамыған елдер деген сөз. Орталық дегенде бұл континенттің ішінде деген мағынаны бермейді. Әлемдік экономиканың орталығы деген мағынаны береді. Сонда мысалы орталық елдер десек, жалпы әлем бойынша алатын болсақ, ол әрине Батыс Европа елдері, ақш, Жапония болады. Ал Африка елдері десек, яғни Африкадағы өте жоғары дамыған. Мысалы, Оңтүстік Африка Республикасы деуге болады. Мында мінекей жаңағыдей мемлекеттің территориясының аумағы пішініне қарай бөлінуі. Созылыңқы пішіндегі мемлекеттер, бұған көбінесе оқулықтарда, мысалы үшін жаңағы Италия, біз 7-ші сыныптан бері айтатын әлемдегі ең ұзын мемлекет деп Чили, созылып орналасқан. Норвегия, Швеция сияқты елдер созылыңқыға жатады. Бір тұтас деген аумағы жинақы. Мысалы үшін Монғолия, мысалы Қазақстанды осыған жатқызуға болады. Франция, Венгрия, Испания. Шашыраңқы деген мемлекеттің территориясы аралдарда, немесе басқа аумақтарда шашырап орналасады. Бұған әсіресе жаңағы мына суретте берілген Индонезия, немесе Филиппины, Малайзия сияқты елдер. Құрамында анклавы бар мемлекеттер. Анклав дегеніміз не? Анклав деген бір мемлекеттің территориясы басқа мемлекеттің аумағында орналасады. Мысалы үшін Ресей анклавы бар мемлекетке жатады, өйткені оның Калининград облысы Польшаның аумағында орналасқан. Немесе жаңағы Испания, өйткені Испанияның қалалары Марокконың аумағында орналасады, яғни анклавы бар. Тағы да енді мемлекеттік шекараға келетін болсақ, шекараның атқаратын функциясы дегенде осындай 3 түр кездеседі: бөлуші, жалғастырушы, сүзгілік.
Бұл жерде әрине бөлуші ол мемлекеттің территориясын айқындап тұратын шекара, мемлекеттің ажырамас бөлігі. Ол жаңағы аумақты анықтап береді. Бұл жерде ол бөлуші функция. Жалғастырушы деген ол мемлекеттерді бір-бірімен байланыстыру. Мысалы үшін Қазақстандағы қорғас Қытайменен Қазақстанның арасындағы кедендік. Ол жер жалғастырушы функция. Өйткені бұл жерде екі мемлекеттің ынтымақтастығы дамыған, экономикалық дамуына ықпал етеді. Ал сүзгілік деген әрине бір мемлекет пен екінші мемлекеттің арасындағы жаңағы қажет емес тауарларды өткізбеу немесе лаңкестік ұйымдардың іс-әрекетін бақылау, бұндай кезде ол сүзгілік функциясы болып есептеледі. Сондай-ақ бізде осы шекара тақырыбында мына термин сөздер бар: аккреция, цессия, делимитация, демаркация деген. Осы жерде аккрециядан бастасақ, аккреция дегеніміз ол теңіз жағасын жаулап алу. Көптеген елдердің территориясы кішкентай болғандықтан, бірақ теңізге жақын болғандықтан, теңіз жағалауын жаңағы жаулап алу деген сөз теңіздің жағасына құм, тас төсеп, өзінің аумағын, территориясын үлкейтеді. Оған мысал деп Нидерланд, Сингапур келеді және Парсы шығанақ елдері. Мен мына суретте мысал үшін Дубайдағы жаңағы жасанды аралдар пальмайы типтес жасаған қойып қойдым. Бұл жерде мінекей теңізде жаңағы құрлық пайда болды. Бұл жерде су болатын. Құрлық пайда болды. Адам қолымен, техногендік жолмен. Сондықтан бұны неге жатқызамыз? Аккрецияға. Цессия деген мемлекеттердің өзара келісе отырып бір территориясын сатып алу немесе айырбас жасау. Оған мысалы жаңағы Ресейдің Алясканы ақш-қа сатуы. Ал делимитация мен демаркация ол шекараға қатысты. Делимитацияда мемлекет басшылары жаңағы келіссөз жүргізе отырып өз аумағын белгілеп, жаңағы қағаз жүзінде шекараны анықтайды. Ал демаркация осы қағаз жүзінде жасалған шекараны жергілікті жерде жаңағы аумаққа, сол территорияға барып, шекара белгісі мына сияқты сым темірлер, бағандарды қойып нақтылау. Бұл уже демаркация болады.